Енді рұқсат болса құда-құдағилар дейді әулеттің. Ұмыттық құдағи Динараның мамасы дейді. Болатбек аға, Алмат әте, Қарлығаш апай, Гүлнар апай, Салтанат апай, Меруерт Тұрарбек, Гүлнар құдағи сонау Астанадан келіп отыр. Қуаныш, Қарлығаш, Кеңес, Гүлмира дейді. Құда-құдағиларды ортаға шақырайын. Келіңіздер, тілек арнап берсеңіздер, үлкендеріміз. Біріншіден, Индира мен Дианаға рахмет айтқым келіп жатыр. Мамаларына осындай, апасына мынандай той жасап, ағайын туыстарым бастарын қосып, өздеріне де осындай жақсылық жасап, маманың жасын берсін, одан да көп жасаңыздар. Екіншіден, апамызға деніңіз сау болсын, тойыңыз құтты болсын, 100 жасаңыз. Осындай дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Осы немере шөбередердің қызықтарын көре беріңіз. Бәрі айтып жатқан тілектер Алла тағаланың құлағына шалынсын сізге. Жақсылық болсын. Бәр қауымға сіздерге де осындай 70-ке толып той жасауға нетсін сіздерге де. Жақсылық болсын енді, бәрдеңізге денсаулық, бәрдеңіз аман болыңыздар. Той толаға қаласа берсіндер. Ал құрметті қауым, бүгін тойға жиналған Қалима құдағи, тойыңыз 70 жасыңыз құтты болсын. 70-ке тағы 70 қосыңыз. Бүгін керемет той, сондай қуанышта отырмын. Қалима құдағиымның сонау студенттік кезіндегі достары келіп, қандай керемет қуаныш кеш болып жатыр. Өте сондай керемет. Бұл да бір бақыт сәтті. Осындай бақыт сәттер көп болсын. Деніңіз сау болсын. Деніңіз сау болсын. Туыстарыңызға қандай беделді, жолдастарыңыздың алдында қандай беделді екеніңізді көрсетіп жатсыз. Өзіңіз ұстаз екенсіз, мен де ұстазбын, сіз сияқты. Сіздің жолыңызды бізге берсін. Сіз сияқты бізде 70-ке келейік. Енді тойға келген қауым, аман есен үйлеріңізге жетіңіздер. Алыстан келген әсіресе қонақтар аман есен үйлеріңізге жетулеріңізді тілеймін. Сіздер де осындай той болсын, осындай жақсылық болсын. Құдағиым сияқты жақсы кеште бастарыңызды қоса беріңіздер. Қалимаш апай, 70 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Тек қана жақсылықтарды тілеймін. Осы балаларыңыздың қызығын көре беріңіз. Ауырмай, осы тек қана жақсылықта кездесе берейік. Деніңіз сау болсын. Ал енді құрметті қауым, енді осы Ибраевтың әулетіне мына кісілер Кадырова, сон ең бірінші біздің құдамыз осы кісілер болды. Мәнзелі құдамыз, Разиға апайымыз ең бірінші біздің үйге құда болыпты. Менің ағасы Абу Сағит алды. Енді айтады ғой, құдамын жылдық. Сондықтан Қалимаш, сен енді маған енді құдаша емессің, сен менің апайым сияқтысың. 70 жылдығын құтты болсын, денің сау болсын, ауырма, біздің ортамызда жүре бер. Енді Индира, саған да мында бір рахмет, осылай той жасап жатсың. Бүгін апайым келе алмады, өйткені кішкене сырқанды. Сол дендерің сау болсын, ауырмаңыздар. Осылай Қалимаш құдашам ретінде, енді құдаша емес, апайым ретінде осындай
апайым барлықтарына болсын. Әмин. 100-ге кел, Қалимаш. Қазірғанның сыйқы тұрпы тұрапаты осындай. Абайдың бір сөзі бар. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы әнмен тәттігі көңілге түрлі ойсалар, әнді сүйсеңмен шесі дейді. Әнді әркім әрғалай сүйет, өзінше сүйет. Қазіргі орындалатын ән көмейіне бұлбұлдар ұя салғандар ғана айталатын ән. Бұл әнді қазақ өнерінде өшпес ізі қалған Күләш апамыз Байсейітова шырқаған. Күләштен кейін бұл әнді өзіміздің жерлесіміз 95-тің төріне келген Бибігүл Төлегенова апамыз шырқаған болатын. Мынау Абай өңірінде, Абай ауданында бұл әнді нақышына келтіріп орындаған мынау Қаламқас ән-би ансамбліндегі Абай ауданындағы Бақыт апай Шағатаева болатын. Семейде қазір осы әнді жүрегі дауалап, көңілі қалап екі-ақ қыз айтып жүр. Соның бірін қазір ортаға шақырайын деп тұрмын, облыстық Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармония бар. Сол мемлекеттік филармонияның әншісі Айгерім Тоқтыбаева Латиф Хамидидің Бұлбұл әнін орындап берсін. Рахмет, Айгерім Тоқтыбаева, қыздарыңыз ағайын. Рахмет. Ағайын, енді рұқсат болса, апам өзі бүгінгі тойға 8-9 достың айналасында дайындапты, соның 6-ы бірінші стөлге барады екен. Иә. Сондықтан енді
бөлелер, нағашылар деп осы кісілерге тілек берейін. Бауыржан Жұмашкен, Талшын, Керім, Сәбит Айгүл, Сайлау Зәуреш, Сәуле, Рабиға, Сағадат Рәзия, Сайлау Бағила, Қалибек Майра, Талғат Алмагүл, Дәурен Нұргүл Гүлмира, Айнұр Марат, Ержан Айнұр, Нұрлан Арай, Қайратбек Маран, Жаслан Тұрсынай, Нұржан Ақмарал, Отай Наташа, Айжан Нұргүл, Нұржан дейді. Бөлелер, нағашылар дейді, ортаға шақырайын. Рұқсат ортаға. Бір туғаным мен үшін жан беретін бұл жалғанда, өмірде жалғызсырап мен қалғанда, қасымнан табылатын, көрмесем сағынатын, не жетсін бір туғаным болғанына. Өмірдің қилы жолында. Рахмет. Аламансыздар ма? Ассалаумағалейкумдер. Той құтты болсын. Енді өздеріңіз көресіздер, бір 3-4 адам сөйлеп, қалғандарыңыз да ағайын шаршатпай қосылып жатсаңыздар жақсы болушы еді енді. Ағатай, өзіңіз ғой Жемелкон, иә? Ағайын кішкене сабыр сақтайық, иә? Әкемде адамға, шешемде адамға мен ай тыныш отыр, ай сөйтіп отыр, ай бүйтіп отыр деген жараспайды ғой бір жағынан. Екіншіден, мынау дүниенің сөзін айтып тауса алмаймыз, ол бітпейді. Ертеңді айтасыздар, бір күнді айтасыздар, одан ары күнді айтасыздар. Ол дүниенің сөзі бітпейді, сондықтан да аздап назарымызды мына жаққа салайық. Мархабат. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым дейді. Ал Қалимаш апай, мына бүгінгі келіп жеткен 70 жасың қайырлы құтты болсын деймін. Ең бірінші денсаулық дейді ғой, деніңе саулық тілеймін. Ауырмай, сырқамай, осы мына ұрпақ қызығын қызықтап, ары қарай Алла тағаланың берген жасын жасап, әрқашанда осындай ағы жарқын көңіл күймен қартаймай жүре бер. Ассалаумағалейкум, құрметті қауымшылар. Мына бүгін керемет жақсы той енді. Осы мына Қалимаш үй алған кезде үйіне новоселье жасап, бәріміз отырып, сонда Қалимаш мына сокурница қыздар екен. Үшеу ме, төртеу келі, ұмытып қалдым шөді, иә. Сонда айтқан 70 жасқа осы кісілер бәрі келеді деп, енді жаңа көріп olsam, біраз 10 кісі келіпті кені. Оны ойлаймыз, Қалимаш, осы өзіңіз сыйлағандығы. Осы сыйлап, мәде сан келіп отырмын, рас қуаныштымыз. Мен өз басым білеміз қандай кісігім, өте қаласам, жан жақтысы өте. Бәрімен жақсы ағыласып, бәрімен кірісіп, бәрі төк жақсы жағын ойлайсыз. Мен Алла тағала рахметін осындай қайнапам бар екен, мінекей Қалимаш туған күні құтты болсын, деніңіз сау, отбасыңа амандық тілеймін. Мінекей өсіп отқан қызыңыз, мінекей немелеріңіз, мінекей соның қызыған тоймен қызықтап жүріңіз. Соның бәрі біз көріп болып, мінекей Алла тағала бәріңізге насип етсін. Тәке, өзіңіз енді жасыңыз бар. Құрметті ағайын, туыстар, бүгін Қалимаш апайымыздың мерейтойы деп түгел жан-жақтан, алыс жақынан түгел туыстар, жолдастар бәрі келіп қуанып жатыр. Шындығында жаңа Асаба жолдас өте жақсы айтып өтті ғой. Ұстаздың қасиетін, Әлихан Бөкейханның, Мағжанның сөздерін бәрін келтіріп, шындығында Қалимаш апай сондай өзінің жас ұрпаққа жүрегіне жылулық, сонымен қоса білім нәрін сепкен ұстаз. Енді тағы бір апамыздың бір қасиеті, желкілдеп жүріп 70-ке жетті ғой. Анау қан қысымы көтеріліп, давлением деп ауырып қалды деп сөйтіп ойлап отырғанда, ертеңде Қалимаш апамыз жоқ, қайда десе Алматыға тойға кетіп қалды дейді. Тағы бірде тағы ауырып отырады. Қалимаш апамыз тағы жоқ, ойбай ауырып қалды ма деп сұрап жүрсе, жоға ол Жамбыл кетіп қалды дейді. Міне сондығымен елдің қуаныш қызығынан қалмайым деп дос жиып, достарын бәрін ұмытпай жүрген апамыз. Міне енді 80-ге дейін секеңдеп жүре беріңіз. 100 жасайсыз әрі қарай.
Деніңіз сау болсын, балалардың қызығын көре беріңіз. Сабақ берген кішкентай кезімізден білім алғанбыз ол кісіден. Енді апайымыз әр уақытта бізді қолдап, әр уақытта біздің арамызда болып, бізге ақылын айтып, әрқашанда өзінің қолдауын білдіріп отырады. Сіздің енді мына туған күніңіз құтты болсын. Сізге тілейтін денсаулық, мына артыңыздан еріп келе жатқан немерелеріңіздің қызығын көре беріңіз. Соған біз де атсалысайық. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар? Бүгін Қалимаш тәтеміздің туған күніне жаңа жасыңыз құтты болсын. Аман болыңыз, самый главный. Біз сізді ана ретінде сыйлаймыз. Бала шағаңыздың, немерелеріңіздің қызығын көре беріңіз. Жасыңыз жасы, Алла берген жасты жасасын, енді бәленбай жас деп айтпайық. Тек қана жақсылық тілеймін. Осы отырған халықтың бәріне осындай той бола берсін. Сіздер де осындай 70-ге, 80-ге келіп тойлайып, балаларыңыздың алдында тойлап жүре беріңіз. Самый главный, Қазақстанымыз тыныш болсын, еліміз аман болсын. Осындай дастархан тек қана жақсылыққа жасасын. Сіздің амандығыңызды тілейміз Алладан. Тек қана аман болыңыз. Енді Қалимаш апатай, енді туған күнің құтты болсын. Бағандан елдің айтып жатқан тілектері өзіңе дарысын. Енді апатай туралы жақсы айтып жатыр ғой бұл кісінің. Ақ көңіл, мұғалім, ұстаз. Енді бәріміздің алдымызда жүрген апамыз. Дені сау болсын, бала шағасының қызығын көрсін. Индирасының, Дианасының, Жәнібектің қызықтарын көре берсін, қызықтан қызыққа жете берейік. Осы отырған барлық туыстарға да, алыстан келіп жатқан жаңа Джемпидің қыздарына да, класстастарын, жездеміздің де класстастарының, туыстарын бәріне осы тойға келгендеріне көп-көп рахмет. Апамыздың тойға ұласа берсін, немере, шөбере қызығын көрсін. Болықпалар, ренжімесіздер. Аман болыңыздар. Жақсылықта жүріңіздер. Апа, ортаға тұрып, жақсылап отыруға. Мен қасыма. Қазір суретке түсіп алсын, одан кейін. Нағашы жиендердің құрметіне қазір тамашам болады, соны тыңдайық. Одан кейін бір тілегіміз қалды. Одан кейін үзіліс жасайтын боламыз. Шаршамаңыздар ағайын, бізбен бірге болыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Билік, іңкәр ән айтсын. Мархабат, Жамолат аға, қосып берсеңіз іңкәрдің әнін. Ал кеттік. Апамды құттықтап. Орда да билеп. Қадірлі асқар таудай нағашым бар, жиенің нағашы мен бағашы бар. Сыртыңнан тілеуіңді тілеп жүрген, әрдайым аман болсын нағашы бар. Ақпейіл жақсы көрем нағашымды, өсірген ақ сүт берген анашымды. Еркелігін көтеретін таппайсын нағашыдай парасылды. Үйдің де жақсылығы ағашынан, жиенің жақсылығы нағашыдан. Ер жігіт нағашыға тартып туар, құтты болсын тойларын нағашылар. Ақпейіл жақсы көрем нағашымды, өсірген ақ сүт берген анашымды.
Бәрекелді, рахмет іңкәртай, аман бол. Ал ағайын, дастарханға келіңіздер, жайғасып алыңыздар. Мынау тыңдап отырған адамдарға айтайын. Мына Бақытжанның бір қызы технология мен мұғалім болып жүргенде оқып бітірген қызы. Мынау менің сол қыздан туған немерем деуге болады. Міне адам баласы өскеннен кейін осылай өмір сүре береміз ғой. Мен 50 жыл мұғалім болған адаммын негізінде. 50 жыл мұғалім болдым, оның 41 жылын технологияда, 10 жылын Абайда өткізгем. Міне өмірдің жалғасы осы біздің немерелеріміз арқылы. Бәрекелді, рахмет. Ағайын кішкене енді. Осы жерде айта кетейін, жаңағы бірінші мәңгілік елді айтқан, жаңағы өлең айтқан Нұргүлдің қызы Тасним. Ал мына жанымда тұрған кішкентай қыз, ол қызым жұмыстан шыға алмай қалды. Осы жерде технологический бітірген, ағаның қолынан оққан. Соның Назгүлдің қызы Іңкәр. Бұлардың апайы Қарлығаш. Вообще әнші болған. Мына бүкіл жолдастардың арасындағы тойды мен өзім гитар баянда ойнадым. Ал Қарлығаш өлең айтатын. Біз өзіміз достардың тойларын бәрін өзіміз жүргізетінбіз. Кезінде сондай болған. Сол дарын осы менің қыздарыма, немерелеріме берілді. Мен солған қуанамын, сол Қарлығаш сонда тебірен еске аламын. Ол жаңа ағам айтқан сияқты, осы балалар біздің өнерімізді жалғастырып келе жатыр. Сіздердің де немерелеріңіз өнерлі болсын, әнші болсын, барлық балалар бақытты болсын. Рахмет аға, аман болыңыз. Рахмет Іңкәртай. Қошемет. Аман болыңдар қардастар. Рахмет. Ағайын, бір тілегім бар еді. Өлі разы болмай, тірі байымайды дейді, қазақтың сөзі бар. Әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін дейді. Өмірдің басы жылау, аяғы өксік дейді, Хакім Абайдың сөзі бар. Жазымыштан озымыш жоқ дейді. Қабдолла әкеміздің де мынау жарық жалғаннан қайтқанда 15 жылдың жүзі бопты. Бүгін бір аунап жатқан бұлар есімін. Апамның өзі айтты, Қалима апамның өзі айтты. Менің достарым менің бет жүзімді сыйлайды, екінші дастарханда басын сол кісілер бастайды, ешқайда бармайды. Мені сыйлап келген ағайын осында болады. Ақсақалымның жолдастары бірінші дастарханның аяғын тілек айтып берсін деген болатын. Сондықтан да мен ортаға қазір Қабдолла әкеміздің кластастары депті. Аманғали аға, Орынғайша тәте, Тоқтар аға, Орынғайша тәте, Жұмат аға, Жетісу апай, Кабира Орынбай, Маржан, Рымжан, Райхан, Бақыт, Балтина, Жұматай, Жүніс Нұркамал, Қуан Рима, Ғазиза, Бақыт Жүніс Қалиева, Рымжан, Бақыт Сіләмжанова, Исатай Қанипа, Күлән депті. Әкейдің сыныптастары осы тойда
ұмытпай барлығын шақырып отыр екен. Осы кісілерді ортаға шақырайын. Келіңіз. Жанымдағы асыл достарым, аман есен жүрсе болғаны. Ал қошеметтеріңізбен. Мынау жарқын өмірде бақытты сүрмей көңілге бір жүрейік достарым менің. Шыдау керек өмірде ауырға да жеңілге менің жарқын асыл достарым. Достар жүрсің қайда, бірге де ғой жанымыз. Еске алысып осындайда кел шырқайық бәріміз. Бірге тойып бірге Қошеметтеріңіз ардақты ағайындар. жалындаған жас-шағын талай қызық күнді өткізген қайдасыңдар достарым. Достар жүрсің қайда, бірге де ғой жанымыз. Еске алысып осындайда Ал шашудан ал. Бәрекелді. Ал. Рахмет. Ал мына теге отырған біз 71 жылы осы Қызылтуды орта мектебін бітірген жастармыз. Менің жаңа айтып жатырсыңдар. 52 жылы шешем осы Жемпейді бітірген, негізі историк. Ал мен 53 жылы тудым сонда. Сол бәрі қызықтың бәрі, жақсылықтың бәрі осы біздің әке-шешемізбен жарасты болған. Құдайым осы біздің Қалимаштың бірген мамандығы несі үлкен. Енді Қалимаш өзіңе тілейтін бәр тілектің бәрі осы ана менің шешем секілді үлкен жасқа кел. Енді қызықтың бәрін көріп келесің ғой. Осы қызық көре бер, өрелгенше жақсылық қана болсын, өсіп жасай бер. Мына балаларыңның қызығын көре беруге жазсын. Шіркін-ай, біздің Қалимаш-ай балалардың бәрін жеткізді. Қай жерінен сүйресе де әйтеуір сүйреп жеткізді мана дес. Мықты рахмет. Тек қана жақсылық болсын. Енді тілейтін тілегім өзіңе бала шағыңның қызығын ғана көріп, жүгіріп, осылардың қызығын көруге жазсын әрі қарай. Доланың құрдасымын. Ал Қалимаш, енді мына 70 жас мерейтойың құтты болсын. Қабдолламның көрмеген қызығын сен көр. Жасыңа жас қосылсын, басыңа бас қосылсын, өрісің кеңей берсін. Әрқашында осы Индираға рахмет, сенің тойың 70 жасының бәрін атап өтіп тойыңды өткізіп жатқан. Осы дастархан тек қана қызыққа жаюға Алла нәсіп етсін енді. Жоқ, өздерің сөйлемеңдерші. Сөйлей берші. Ал Қалимаш, туған күнің қайырлы болсын, 70 жас. Енді Алланың берген жасын жасай бер, балаларың мен немерелерің ортасына. Тек қана шаңырағыңа жақсылық, қуаныш тілеймін. Аман болайық бәрімізде. Рахмет. Мына жасап жатқан мерейтойың құтты болсын. Бағанадан бері айтып жатқан тілектердің бәріне мен де қосыламын. Бала шағаның қызығын көріп, Гаваның жасамаған жасын жасап жүре беріңдер. Дендерің сау болсын, осындай қызық қуанышта бәріміздің ортамызда тойлап жүре беріңдер. Көп сөйлеуге. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым, той құтты болсын Абай елі.
біз осыдан 54 жыл бұрын 1971 жылы мектеп бітіріп, содан Габа деген жаңағы жолдасымыз, негізі Габа деп өзіміз атап кеттік, бірақ Қабдолла болатын аты. Қабдолла деген сондай орнықты, сөйлеген сөзі, жаңадағы жолдастық қасиеті, оның үстіне өз сөйлеген уақытта ақырын ғана сыбырлап сөйлейтін. Енді сол біздің Қабдолла деген жігітімізге мына Абайдан, Семейден таба алмай, жігіт таба алмай, мына Қалимаш деген Алматыда бар екен ғой. Алматыдан таба алмай, осы біздің Қабдолламызға келіп, екеуі жұп құрып, міне отау тігіп, Алланың рұқсатыменен міне қызымызды дүниеге әкеп, енді осы қызымыздың 8 қырлы, бір сырлы қыз болып, жаңағы мына осы тойды жасап беріп, жаңағыдай әлгі жағдайының бәрін жасап беріп отыр, шешесіне, әкесіне. Бұған енді біз үлкен рахмет айтамыз. Енді Қалимашыма мерейтойың құтты болсын. Енді мен саған тілерім, өмір деген адамға, бәр адамға беріледі екен. Бірақ картаю көп адамға берілмейді екен. Сол жақсы картаюға Аллам нәсіп етсін. Оны атамыз Қонаев 70 жасқа толған екен. Сол кезде бір үлкен ақсақал бата беріпті. Сонда айтқаны, міне сен 70 жасқа келдің, енді 80-нен секіріп, 90-ға тоқтамай дейді. 100-ге келгенде ақылдасайық деді. Сол сықылды 100-ге келгенде ақылдасайық. Рахмет. Ал Қалимаш, мен енді өзін көк көз деп атайым. Бұл енді құрбымдай болып кеткен, шындап келгенде, Қабдолла меған аталас, бауырым болып келеді. Сондықтан енді бұл келінім сияқты болады, келін деп есептемеймін. Өзіме жолдас, құрбы, құрдас болып кетті. Енді мінекей биыл 70 мерейтойын жасап жатыр. Құдай Алла тағала тойдан айырмасын. Индираға көп рахмет, шешесін осындай құрметтеп, қандай болса да, артынан екі қарғасын, қиыншылықпен болса да, оңай жолмен болса да, әйтеуір асырап жеткізіп, шешесіне қамқор болып отыр. Енді Қалимаштың дені сау болсын, басы аман болсын. Кішкентай артынан ерген немерелерінің қызығын көрсін, солардың ұрпақтарын тәрбиелеп, әлі де жүре берсін. Енді немерені бағып жатыр, шөберені де бағуға жазсын, Алла тағала шөпшекті де көрсін. Ден саулығы мықты болсын, 100-ге жетсін, сонда тойлауға жазсын 100-ді. Енді сіздерге барлығыңызға тілейтінім, дендеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Осындай тойда барлығыңызға тілеймін. Менің енді құрбы класстастарым барлығы аман есен болсын, бірі кеп жатыр, біреуі келе алмай жатыр. Бәріне де енді тілегіміз ортақ қой, денге саулық, басқа амандық берсін. Құрметті тойшыл қауым, бүгін міне біздің досымыз, әріптесіміз, әрі жолдасы менен жолдастарымыз бірге оқыған класстастарымыз, қай жағынан болса да Қалимаш бізге өте жақын, ең жақын жолдастарымыздың бірі. Сіздерде енді осы үлкен тойға алыстан жақынан кеп отырған курстастары, алыстан кеп отырған құда жекжаттары, ағалары, бауырлары, барлық тойға келген қауымға той қайырлы құтты болсын. Алла тағала сіздерге де осындай үлкен 70 жас, 80, 90 жасты жасауға нәсіп етсін. Енді Қалимаш екеуміздің әріптеспіз, екеуміз әрі қазір осы уақытқа дейін баламызбен бала, өзімізбен өзіміз араласып жатқан жақсы жолдастар, достармыз. Қалимашым енді дастарханы кең, қай уақытта болсаң үйінен бұрын жаңа келін болып түскен кезде айтқан шығар, қораңнан мал кетпесін, үйің жанға толсын, сырты малға толсын деп. Сол сияқты Қалимаштың үйі жанға толып, сырты малға толып, қай уақытта барсаң жолдастар, қай уақытта барсаң туыстар, қай уақытта барсаң құда жекжаттар. Пейілі өте кең, дастарханы кең. Алла тағала өзіне берген бір тал гүліменен немерелері бар. Міне сол немерелері менен жаңағы бір тал гүлінің өзі алаңқанына салып,
Қалимашты алаңқанына салып, біреу басын кигізіп, біреуі екеуі аяғын сүртіп кигізіп жататын мен өзім куәмін. Сондай тәрбиелегенде Қалимаш сондай балаларын өте сондай мейірімді қылып тәрбиелеген. Енді ол ойлаймын, Қалимаштың өзінің ата-анасынан алған үлгі өнегесі, сол үлгі өнегені өзінің балаларына, содан кейін туған туыстарына көрсетіп жатады. Міне осы тойдан да көруге болады. Сонау жерден ат айдап келіп, ат артып келген қаншама курстастар, қаншама қаладан, қаншама жерлерден келіп отырсыздар. Сіздерге мыңда бір рахмет, курстастары. Енді біздің мына класстастар, біз әрқашан басымыз қосылып жатады, 70-60-та болсын, тойларда болсын, осындай той бола берсін, дендерің сау, бастарың аман болып, осындай тойды аман есен көре берейік. Енді Қалимаш, саған тілейтінім, денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын, Индираңның дені сау болып, екі баласына қамқор болып, Алла тағаланың берген жасын жасап, ортамызда аман есен жүре бер. Енді бала деген міне Индира менен осы Дианадай болу керек. Мен ойлаймын, осы тойды Диана, содан кейін Индирамен қоса Қалимаштың жан дорсығы, бауырлары бар. Соның ішіндегі әсіресе білетін ағасы Әбікен менен бауыры Әбіл, келіні Динара, Алмагүлдерді өте жақсы көрем. Өйткені олар үлкені ана сияқты, кішкентайы туған тура жанындағы жан торсық келіні сияқты Динарасы. Міне осының бәріне бас көз болып, ұйымдастырып, отырып, өткіземіз деп өткізіп отырған мыңда бір рахмет. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Осындай той сіздердің әулеттеріңізде де бола берсін. Той-тойға алассын. Енді көпшіліктің айтқан тілектері қабыл болсын, денің сау болсын, қарғаларың аман болсын. Ең дүние жүзінде құстан ең көп жасайтын қарғы екен. Сондықтан адамзат баласын қарғаға теңейді екен, қарғаларың аман болсын деп. Сол қарғаларың аман болсын, соның тек қызық қуанышын көре бер. Төріңнен туғысың кетпесін, есігіңнен ырысың кетпесін, есігің тек қызық қуанышқа ғана ашылсын. Осындай айналаңда туыстарың көп болсын, тек бала-шағаң қызығын көріп, солардың қызығын көре бер. Ой, бәрекелді. Алдым ғой. Қошемет көрсетіп қойсаңыздар болады. Болдық па? Ешкім ренжімей ма? Өлеңі ойбай апа мінекеңіз. Өлең айт деп тұр енді кластасым. Қайсы достарды айтайық па? Тойың тойға ұласын, салған әнім қырасын, сәнім берсін сәкеннің, әнім берсін күләштің, туысқандар ай. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты біз тілейміз ай. Апа, рахмет, аман болыңыздар өзіңіздің әніңізге. Ал суретке түсейік, апа, ортамай айтатын сөзім бар еді. Ал енді рұқсат болса, бірдеңе айтайын деп тұрсың. Мен енді рахмет деймін Қабдолланың класстастарыңа. Міне рас Қабдолла кеткелі міне 15 жылға жуық болса да бір рет үзігіміз үзіліп, бір реніштен, бір қуаныштан қалып көрген жоқпыз. Көп рахмет. Анау Астанадан келген Исатайға. Мына денсаулығы болса да Орекеңнің маған жасаған көмегі өте көп. Мен Райхан мен Орекеңе, Райханның әкесі Манабайға марқұм. Рас, өйткені менің 5 бауырым үйленгенде осы Манекеңнен барып ақша алам. Орекеңнің магазиннен барып керегін бәрін сыпырып алып кетем ғой. Қолымды қаққан емес. Рахмет сендерге. Енді мен осы мына класстастарым жапқан мына шапанды құдағиыма жабайын деп тұрмын. Бәрекелді. Ал, құдағиым.
Ал, тамаша, күшті. Рахмет. Ал, құдағи кімге жабады екен деп қой. Қалжындайым, жай айтам. Апа, суретке түстіңіздер ма? Ал, онда ақырдап дастарханға жайғасып, бір шәугім шай тыңдаңыздар. Иә, аман болыңыздар. Шәугім шай бар медау естеріңде, қара шәугім қайнайтын мештеріңде, қайраланып малынып қара терге, таңертең түс құятын кештеріңде, қайраланып қара терге, таңертең түс құятын кештеріңде, қойдың қия отына құрғақталған, қара мұржа түтіні будақталған, таң бозалып тұратын қайранан, бір шәугім шәй құятын қаймақталған, таң бозалып тұратын қайранан, бір шәугім шәй құятын қаймақталған. Кезектері келуші қыраттардан, су әкеліп құятын бұлақтардан, қара шәугім қалдың ау қара қоста, қанат қағып өзіңнен жырақтаған, қара шәугім қанат қағып өзіңнен жырақтаған, бір шәугім шәй ішейік сырақтара, анамызды ешқашан жылатпайық, келіп кетіп тұрайық сағынышпен, айлар емес ара күн бір аптаға, қара мешін құт болып тұра берсін, тамған терін анамның құлатпайық, тамған терін анамның құлатпайық. Шәйнектеріңіз сәнді, өмірлеріңіз мәнді болсын. Қазандарыңыз... Ал, дастарханға жайғасып болсаңыздар. Ағайын, жайғасып алыңыздар түгелдеріңіз. Ал, назарымызды бермен қарай бұрсақ. Құрметті қауым, ардақты ағайын, көркем көпшілік, мынау барлықтарыңыздың алдарыңызда әйел бақыты деген гүлді көрдіңіздер ғой. Әйел бақыты деген. Әйел бақытын, ана бақытын тілейм, қалимадан естелік сыйлық дейді. Қазір өзі тойбастарды неше түрлі жылтыр дорбаға орап ап неше түрлі қып шығара береді.
мынау үйде тұратын болса қандай керемет, иә. Осы тойбастар деп қабылдаңыздар осыны ардақты ағайын. Тойдың сыйы деп қабылдаңыздар. Өлі дүние емес, тірі дүние. Әсемдікке құмартайық. Гүл деген керемет, нәзіктіктің белгісі. Бүгінгі тойбастар осы ардақты ағайын. Бір шапалақ соғып қойсаңыздар болады. Тойбастар қайда демеңіздер. Осы үйдің үлкені мен ғой, сосын бата менде ғой. Осының жартысы менің туған туысым, оқушым, сондай қалықтар. Сондықтан батам, батпасын, батам жерге жатпасын. Құдай берген несібен теккілесен кетпесін. Үрім бұтағың өсіп өркендеп, үлкен дәулет болуға тілектеспін. Рахмет, Аллах якбар. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ата, мына өзіңізге, міне, қызыңыздың сый сияпаты, осы шаңырақтың, осы әулеттің, қасыңызға қойып қояды. Ал ағайын, сағат 10-нан 40 минут кеткенше, бидің шаңын шығарыңыздар,